жатып жайғасып алыңыздар. Музыканың дауысы қатты емес па? Отырып жасасаңыздар да болады, ұйықтап қалам десеңіздер. Қазір біз ішкі состоянияны өзгертетін техниканы жасаймыз, яғни қазіргі состояниядан басқа состоянияға өзгере алатын техниканы жасаймыз. Ал егер материалды тұрғыдан бір нәрселерді өзгерткілеріңіз келсе, оны соңында өздеріңіз жасасаңыздар болады. Бірақ жауапкершілік алу керексіздер, чтобы жаңағындай нәрсе болатынына. Мысалы, сіз осы веткада тұрып, ертең бір веткаға секіре салмайсыз, оның ортасында уақыт болады, оның ортасында сынақтар болады. Сіз сол нәрсеге тәрбиелейтініне жауапкершілік алып жасауларыңыз қажет. Қасымда балам ұйықтап жатыр, бола ма дейді. Иә, бола береді, ештеңе етпейді. Так, қазір мен комментарияны өшіремін. Жайғасып жатып алыңыздар. Ешкім кедергі келтірмейтіндей тыныш жерде жайғасып жатыңыз. Денеңізді толықтай босатыңыз. Қазір мен әдеттегідей сізге тағдыр тармағын өзгертуге көмектесетін код сөз беретін боламын. Жоғарғы әлемнің тіліндегі код сөздерді айтамын. Бұл код сөздерді сіздер білесіздер, себебі біздің ДНК-мызда біз танитын, біз бұрында естіген тіл. Мүмкін сіз қазір тіл мен айтқан кезде білмеуіңіз мүмкін, бірақ жан деңгейінде, жүрек деңгейінде сіз бұл сөзді білесіз. Сізге таныс сияқты болып естілуі мүмкін, болмаса бір вибрация сезінуіңіз мүмкін код сөздерді айтқанда. Құдайға деген үлкен довериемен жасаңыз бұл техниканы. Бірінші сөз бұл бізде вансай. Вансай деген еркін таңдау жүйесі деген мағынаны білдіреді. Қайталап айтсаңыз болады. Келесі сөз Ливкин. Ливкин деген сөз өз таңдау жүйеме кіремін деген сөз. Келесі сөз Миуана Хибун Си. Миуана Хибун Си. Жүйедегі тағдырымды өзгертуге рұқсат беремін деген сөз. Қазір сіздің сфераңыз жұмыс жасауға толықтай дайын. Терең дем алып, демді ұстап тұрып, содан кейін шығарамыз. 1, 2, 3, 4, 5 шығарамыз. Тағы да терең дем аламыз, ауа бүкіл жеріңізге жетсін. Және ауаны ұстап тұрамыз. 1, 2, 3, 4, 5 шығарамыз. Тағы да жасаймыз, терең дем аламыз. 1, 2, 3, 4, 5 қайта шығарамыз. Денеңіздің босауына толықтай рұқсат беріңіз. Дем алып, дем шығарамыз. Қазір сіз теңіз жағасындасыз. Өте әдемі, әппақ качелияда тербеліп отырсыз. Үстіңізде өте жеңіл киім.
Теңіздің суы мөп-мөлдір, таза. Айналаңызда әппақ құм. Теңіздегі судың тазалығы соншалық теңіздің түбі көрінеді. Аспанға қарасаңыз, шайдай ашық, көк көмбек бұлттар. Сіз качеляда алдыға, артқа тербетіліп отырсыз. Әрбір тербелген сайын денеңіз толықтай босап жатыр. Табиғатқа тамсанып, таза ауаның, теңіздің иісін сезініңіз. Денеңіздегі жайлылықты, жеңілдікті сезініңіз. Енді қазір оң жағыңызға қараңыз. Оң жағыңызда сізге тәлімгеріңіз келіп тұр. Қандай бейнеде келіп тұрған сияқты? Мұқият қараңыз. Ата сияқты болуы мүмкін. Әйел бейнесінде де келуі мүмкін. Жан-жануар бейнесінде де келуі мүмкін. Сіздің санаңыз қандай деңгейді қалайды, сол бейнеде келеді. Мүмкін сіз өз тәлімгеріңізді бұрында көрген боларсыз. Мүмкін тәлімгеріңізбен байланысыңыз бар шығар. Болмаса сіз өміріңізде енді ғана бірінші рет көріп тұрған болуыңыз мүмкін. Тәлімгеріңіздің жылулығын, сізге деген шексіз махаббатын, қамқорлығын сезініңіз. Есімін сұрасаңыз да болады. Есімін айтуы мүмкін сізге. Мұқият тыңдауға тырысыңыз. Бұл жерде телепатиямен келеді, ақпарат. Ойыңызға қандай бірінші ой келеді, яғни соның есімі деген сөз. Қазір тәлімгеріңіз, сіз осы босап, рахаттанып отырған кезде теңіздің үстінен үлкен әппақ экран ашады. Качеляда тербеліп отырып, сол экранға қараңыз. Тәлімгеріңіз сізден сұрайды: қандай өмірді қалайсың? Қазір біз осы әппақ экранға өзің қалайтын өмірдің суретін салатын боламыз. Сіз қалай қалайсыз, сол жерде салынатын болады. Бірінші кезекте бізге ең маңыздысы бұл біздің ішкі көңіл күйіміз, ішкі состояниеміз. Қазір өз денеңізді елестетіңіз. Сол экранға салыңыз. Бойыңыз қандай, салмағыңыз қандай, шашыңыз қандай, кожаңыз қандай. Бәрін елестету арқылы сол экранға салыңыз. Денсаулығыңыз қандай, үстіңіздегі киімге мән беріңіз. Қандай киімді кигізгіңіз келеді? Кейбіреулер әппақ көйлек кигізгісі келуі мүмкін. Может, джинсы, может, просто жеңіл футболка. Мүмкін өте күшті әдемі көйлек. Егер де сіз елестете алмай жатсаңыз, іштей айтсаңыз болады. Менің бойым 1,75, салмағым 60, денсаулығым жақсы, шашым ұзын әрі қалың деген сияқты айтып отырсаңыз болады. Айтқан нәрсенің барлығы сол жерде салынатын болады. Енді ақырындап ішкі күйіңізге мән беріңіз. Сізге қандай сезім керек?
көбіне бізге жүрекке тыныштық керек, иә. Жүрекке тыныштықты жіберіңіз. Жүрегіңіз осы уақытқа дейін ластанып, кір болып қалған болуы мүмкін, өкпе ренішке толып тұрған болуы мүмкін. Барлығын тазалап тастаңыз. Жүрегіңізге мән беріп қараңыз. Қандай болып тұр? Мүмкін кішкентай, мүмкін үлкен, мүмкін қатып қалған шығар, мүмкін боп-боз шығар. Қарап алыңыз да, барлық артық нәрселерді алып тастап, жүрегіңізге әппақ энергияны жіберіңіз. Және ол жүректің көлемін үлкейтіңіз. Қазір осы жүректі үлкейтіп, Құдайдың шексіз махаббатымен осы жүректі толтыратын боламыз. Әке-шешенің махаббатымен емес, баланың махаббатымен емес, партнерлардың махаббатынан емес, тікелей жаратушының таза энергиясымен толтырамыз. Жүрегіңізге сол энергияның құйылып атқанын елестетіңіз. Толтырыңыз жүрегіңізді. Жүрегіңіз бос құты сияқты болып қалған болар. Жүрегіңіз тыныш, өте жақсы Құдайдың жеңіл энергиясына толып жатыр. 15%-ға толды. 30% болды. 50%-ға толып жатыр. 60%-ға толып жатыр. 80% болды. 100%-ға толды жүрегіңіз. Мүмкін жүрегіңіз бұндай махаббатты бұрында сезінбеген болар. Жүрегіңіз өкпе ренішке, айтылмаған сөздерге, ашу-ызаға толып қалған болар. Жүрегіңізге айтыңызшы, сені жаратқанның энергиясымен толтырамын. Осы уақытқа дейін жүрегіме өкпе ренішті, ашуды, негативті сезімдерді салып алғанымды, өзімнің бір уыс жүрегімді тасқа айналдырғанымды мойындаймын. Махаббатқа жүрегіңіз толсын. Құдайдың махаббатына толсын. Махаббат ол өте ұлы сезім. Барлық нәрсенің бастауы махаббаттан басталады. Махаббат жоқ жерде ұрыс-керіс, көреалмаушылық, қорқыныш, соғыс, әртүрлі қиын оқиғалар орын алады. Ерегесу, таласу, барлық былықтардың түбі осы махаббаттың жетіспеушілігінен болады. Осы нәрселерден адамда травма пайда болады. Ол травма үлкейіп, үлкен оқиғаларға жетеді. Ол оқиғалардың барлығы үлкейіп, тектегі родовая программаға айналады. Махаббатқа әбден толыңыз. Осы тәніңіз толғаннан кейін, осы өмірді толтырып, қалғанын өткен өмірге жіберіңіз. Өткен өмірде де әртүрлі қиыншылықтар көрдік. Құдайдың махаббатынан құр қалдық. Құдайдың махаббатын басқа біреуден іздеп, өзіңізді жақсы көрмейтін біреуге үйленген боларсыз. Махаббатты ата-анаңыздан іздеген боларсыз. Осы өмірді толтырып алғаннан кейін басқа өмірлеріңізге жіберіңіз. Бұл энергия тегін және шектеусіз, өте көп. Барлық жаққа жіберіңіз.
өткен өмірлерді толтырып болғаннан кейін айналаңызға қараңыз, анаңызға беріңіз, балаңызға беріңіз, әкеңізге айтыңыз, бұл менің сендерге деген шексіз махаббатым, сендерге беремін. Бауырларыңызға бір-бірден беріңіз. Жіп сияқты байлап қойыңыз энергияға. Көршілер болсын, жұмыстағы адамдар болсын, бүкіл қаладағы адамдарға таратуыңызға болады. Барлығы махаббатты іздеп, сусап жүрген адамдар. Қазір сізге осы энергияны беріп тұр. Және бұның шегі жоқ. Барлығына беріңіз. Қазір осы сіздің жасап жатқан нәрсеңіз ғалам үшінде, жер үшінде, тіпті галактика үшінде жасалынып жатыр десе болады. Яғни сіз арқылы, сіздің тәніңіз арқылы Құдай өзінің жарық энергиясын барлық планетаға жіберіп жатыр. Басқа адамдардың да қабылдауына көмектесіп жатырсыз. Жүрегіңіз махаббатқа толғаннан кейін енді жаныңызды тыныштыққа толтырыңыз. Жалпы бізде кеңістіктің өзі тыныштықтан тұрады. Еш нәрсенің алдына шықпаңыз, болашаққа безіп кетпеңіз. Өткен шақта өкініп қалып қоймаңыз. Сіз қазір осы жердесіз, осы уақыттасыз. Өз энергияларыңызды өзіңізге қайтарыңыз. Өткен шақта қалып қойған бүкіл энергияларды өзіңізге қайтарыңыз. Айтыңыз, барлық өткен шақта қалып кеткен энергияларымды өзіме қайтарамын. Және болашаққа жұмсап тастаған барлық энергияларымды өзіме таза күйінде қайтарамын. Жүрегіңіз тып-тыныш, жаныңыз тып-тыныш, энергияңыздың барлығы өзіңізде, Құдайдың махаббатына шомылып тұрсыз. Осы сәттен рахат алыңыз. Жүректің соғысына мән беріңіз. Қалай соғып тұрғанын естіңіз. Ішкі сезімдеріңізге мән беріңіз. Дене мүшелеріне, өкпе, бауыр, бүйрек, барлығын сезініңіз. Тып-тыныш, айналаңызда, миыңызда, кеңістікте барлығы тып-тыныш. Енді біз келесі миымызға ақыл, ой, білім сұраймыз. Айтыңыз, санамның ашылуына, алу керек сабақтарды оңай алуыма, өзіме рұқсат беремін. Санам ашылып, қажет білімдерді, қажет ақпараттарды оңай әрі жылдам қабылдауыма рұқсат беремін. Саналы оянуды сұраймын. Ақыл, ой, парасатымның кеңеюін сұраймын. Сынақтармен емес, саналы білімдермен оянуға көмек берулерін сұраймын. Терең дем алып, дем шығарыңыз. Осы сезімдердің барлығын толықтай сезініңіз.
Енді өзіңіздің энергияңызды сезініңіз. Энергия сізде қандай? Жерден келіп тұрған энергияны өзіңізге беріңіз толықтай. Жерден келетін энергияны қабылдаймын. Космостан келетін энергияны қабылдаймын. Әйелдік энергияны, болмаса еркектік энергияны қабылдаймын. Энергияңыздың жеңіл, барлығына жететіндігіне мән беріңіз. Және толықтай космос пен жермен чакралар арқылы байланысып тұрғаныңызды елестетіңіз. Бұл сіздің жай күйіңіз, ішкі сезімдеріңіз, тыныштыққа, махаббатқа, энергияға, ақыл-ой парасатқа толы. Ішкі жан дүниенің тесіктерін бітедік. Енді сізге сыртқы әлемде не керек екенін елестетіңіз. Болашақта қандай үйде тұрасыз? Үйіңіз қандай? Елестете алмасаңыз айтыңыз. Менің үйім 2 этажды үй, Талғар ауданында. Осы үйде ата-анам, бала-шағаммен тұрып жатырмын деген сияқты. Әркімде әртүрлі болады. Айналаңызға мән беріңіз, кімдер бар? Қандай жұмыспен айналысып жатырсыз? Қай елде, қай жерде тұрасыз? Мүмкін шетелде тұратын шығарсыз. Соның барлығын сезініңіз. Жұмысыңызды қандайсыз? Жақсы көресіз ба? Қандай жұмыспен айналысатынымды білмей жүрмін деген айтқан адамдар осы кезде ойына бірден келеді, қандай жұмыспен айналысатыны болашақта. Нені қалайтынын түсінуге болады солай. Өміріңізде ненің өзгергенін қалайсыз? Өзіңізге басқа қандай жағдайлар керек, қандай нәрселер керек? Соны да елестетсеңіз болады қазір. Тек елестетіп қоймай, сезіну қажет. Не жұмыспен айналысып, қандай көлікпен жүрсіз? Адамдарға қалай көмектесіп жатырсыз? Не істедіңіз, нені орындадыңыз? Кімсіз жалпы? Осылардың барлығын экранда сезініп, айтып, салып болғаннан кейін сол жерде птичка бар. Сол птичканы басып, осы образды сақтаңыз. Және осы ойларды космосқа жіберіңіз. Космос қалай жасалыну керек, қалай болу керек, жолдарын қарастырады да сізге қайтадан жіберетін болады. Тәлімгеріңізге алғыс айтыңыз. Өзіңізге де алғыс айтыңыз. Және бұл образдарды жүрегіңізге тығып жабыспаңыз. Жай ғана босатыңыз.
және сіздің ойыңызға келетін образдың барлығы параллельді әлемде уже болып жатыр. Оның болатыны хақ, міндетті түрде орындалатыны хақ. Дем алып, дем шығарамыз. Кеңістікке алғыс айтамыз. Қазір мен сізді артқа қайтаратын боламын. Бір дегенде сіз толықтай оянасыз. 3. Сіз қазір өте үлкен жұмыс жасадыңыз. Өзіңіздің болашағыңыздың демо версиясын қалыптастырдыңыз. Жарайсыз. 2. Сіз қазір өз денеңізге оралуға дайындалып жатырсыз. 1. Сіз қазір осы жерде, осы уақыттасыз. Бүгін 7 март. Өзіңізді осы жерге қайтарыңыз. Өзіңіздің үйіңізде, өз төсегіңізде сіз айналаңызға көзіңізді ашып қараңыз и өзіңізді заземлять етіңіз. Терең дем алып, дем шығарып, ояндыңыз. Алғыс, тек қана алғыс дейді. Птичка басқан кезде шайқау болды дейді. Значит, сіз как-то внутри сол өмірге өзіңізді әлі лайықсыз көріп тұрсыз, болмаса сол өмірде қорқып тұрсыз. Бағана бірінші жүктелген видеода бар ғой, егер мен өзімнің қалаған өміріме жетсем, қандай жаман нәрсе болады деген сұраққа жауап беріңіз. Сол видеоны қарап. Тыныштық, рахмет, шексіз алғыс айтамын дейді. Рахмет. Чувство полета. Жылаймын Құдайдың энергиясымен байланысқанда. Есінеп көзіне жас берді дейді. Қалыпты жағдай. Ойын бөлінді бірнеше рет дейді. Егер де елестете алмасаңыз, ойыңыз бөліне берсе, айта беріңіз. Айта беріп, қайталап айтқан кезде ол создаваться етіледі. Жүрегім жеңіл деген сияқты күшті болды. Мен неге медитация жасай алмаймын? Қараңыз, медитация жасайтын, медитацияға түсе алатын, визуализациясы жақсы адамдар, ол сезбейді. Оларда просто видение бар да, бірақ сезбейді. Денесін сезбейді, аяқ-қолын бір жаққа соғып баса да сезбейді. Ал визуализациясы жабық адамдардың барлығы өте жақсы сезеді. Егер сіз сезбей жатсаңыз, денеңізді расслабить ету керек. Денемен қатты сезеді ол адамдар. Чувствоға мән беріңіз больше. Не сезіп тұрсыз? Мысалға сіз, айтамын, мысалға сіз ойыңыздағы үйді елестет деген кезде, мен елестете алам, а сіз елестетпей сол кезде сезінесіз. Сол үйдің ішінде тұрмын, ауасын жұтып тұрмын, ішінде тұрғанын сезінесіз. Солай жасау керек, больше сезініп. Жүрегім жеңіл деген сияқты. Рахмет. Құдайдың энергиясы келгенде жыладым, керемет ояндым, состояние блаженства. Жаңадан қосылдым, бірақ энергия керемет жоғары дейді. Рахмет. Құлағымды біреу ашып жібергенде болды дейді. Рахмет, бақытты бол дейді, мен кекіре бердім дейді. Тоже қалыпты. Сіз бар ғой, сізге бар ғой, защитамен жүру керек. Мен кекіре бердім деген. Сіз кекіре бердім десе, біреудің нелерін естіп кетті, дауыстарын. Күнде сыртыңыздан айтылған әңгіме ма? Гаухар ана келді дейді. Гаухар, жаным, жүрегім.
тәлімгерім әйел адам болып кетті. Кстати, тәлімгерлеріңізді қалай көрдіңіздер? Тәлімгер келді, ол жақсы ма? Я, қалыпты. Ақсақал адам. Тәлімгер еркек болды. Ұзын кеткі болшы. Көрмедім тәлімгерді, қорқамын, как будто. Тәлімгерден қорқасыз ба? Ер адам, иностранец тәлімгер. Аты Ясин еді, вау, керемет. Жас жігіт, артынан қанаты бар ата дейді. Жаныма качелияға келіп отыр дейді. Иса Мәсіх болып келді дейді. Күшті тәлімгеріңіз. Рахмет. Тәлімгердің астын естіген жоқпын, неге дейді. Қайтадан сұрап көрсеңіз болады. Тәлімгерлердің есімі кішкене басқаша тілде болады да, и біз ол тілдерді бұрында білмегендіктен иногда түсінбей тұрамыз. Диана, мен неге сайып жатқандардың барлығын білетін сияқтымын, ештеңеге таң қалмаймын. Өйткені білесіз ғой, ДНК-да бұл ақпараттардың барлығы бар. Біз жоғарғы әлемде сабақ оқимыз, кәдімгі ояқта школалар бар. Сол школаларда осы білімдердің барлығын аламыз да, сосын жерге түскен кезде память өшіріп тастайды. Сосын жерге түскен кезде қазіргі уақытта соны есімізге түсіріп жатыр ғой қайтадан. Лаун деген тәлімгер дейді, вау, керемет. Махаббатқа толғанды бар ғой, үнемі жасап жүру керек ше. Әлі кекіріп жатырмын дейді, сіз бар ғой, сфераңызды тазалап жүріңізші. Бір ойып тұрған көзді көріп тұрмын, сфераңызды. Тамағымда бірдеңе тұрғандай, иә. Желке жағыңыздан біреудің бірдеңе айтқан ба, бірдеңе қараған ба, ойып тұрғанын көріп тұрмын. Мен ойыма сені себерім деген сөз келді. Үнемі кім айтты? Мынандай болады, жоғарғы әлем сізге мысалы тәлімгерлеріңіз болсын өзінің махаббатын білдіру үшін сіз жолда кетіп бара жатырсыз да, бір жерге қарап қалсаңыз, мен сені сүйемін деген жазу келіп тұрады. Или біреу айтқан сияқты болып тұрады. Или сондай бір инстаграмда бір шұқып отқан кезде сондай видеолар шығып қалады. Жоғарғы әлем өзінің махаббатын солай білдіреді. Неге жылай беретін болдым дейді. Жүрек ашылатын кезде адам жылай береді, без конца. Чуть бір нәрсе болса жылай береді. Сосын жүрегі ашық адам любой нәрсені көрсе жылап қала береді. Землетрясение, менде жатырмын, шайқау неге? Сізде әлі өміріңізде көп трансформация болатынын көрсетіп тұр. Берілмеңіз. Сізде прямындай нені бриллиантты егеп бүйтіп түзеліп формаға келтіреді ғой. Тура сондай сияқты процесс болып жатыр. Жан-жағыңыздағы адамдар арқылы болсын, сізді бір сілкілеп жатыр, түсініп келіп оянуға. Сосын бір иллюзияда тұрғаныңызды көріп тұрмыш. Иллюзияда тұрсыз. Мындай бір нәрсемен өз-өзіңізді талдап жүрген сияқтысыз. Сізде мынандай жан дүниеңіз ауырып тұр да, бірақ обезболивать етіп жатсыз, просто емдеп жатқан жоқсыз, просто обезболивать ішіп жатқан сияқты, бір состояниеңізге толығымен түспей, қашып кеткіңіз келіп тұрған сияқты нәрсені көрсетіп тұр. Ісім алға баспайды, енді жүрегің махаббатқа толса өзгеретін шығар. Қаттандай зацикливаться етпеңіз.
болса болады, болмаса болмайды деген состояниемен жүрген кезде ойламаған жерден есіктер ашылады. Өзімді жаман, елсіз сезінемін, көмек бересіз ба? Елсіз деген қандай чувство ол? Қараңыз, жүрек, мынау техниканы жасаған кезде жүрек тұсының ауруы, жүректің шаншып кетуі, ауа жетпей қалған сияқты болу, осы маңайдың ауруы ол қалыпты. Біз мына жерде қатып қалған нәрсені бүйтіп тесіп энергия жібереміз ғой, энергия жіберген кезде ол солай ауырады, ол нормальный, қалыпты жақса жалғастырып жасай беру керек бірнеше рет. Маған бір қараңызшы, мен неге көп еркекке құмармын дейді. Сіздің физикалық тәніңізді тазалау қажет. Сондай бір махаббатқа тоймай қалған сияқты болып көрсетіп тұр. Сіздің сфераңызды бар ғой, полностью тазалау керек сіздің. И каждый раз денемде вибрация болды дейді. Мынандай бір нәрсе айтайын, мындай сфераны мына жерде тазалаймын, қайтадан аяғым ауырады, қояды, тазаласам қояды деп бір кісі жазып жатыр. Сіз адамға мынау сущностьтар әсер ете алатын уровеньнен шығып кету керек. Сіздің вибрацияңыз төмен болса, сфераңыз тазалайсыз, қайта кіреді, тазалайсыз, қайта кіреді, тазалайсыз, қайта кіресіз да, и андай зацикленный болып қаласыз сол нәрсеге. И бір нәрсе болса, а может сущность шығар, бір нәрсе жол болмай қалса, а может сущность шығар деп, мынау уровень сол жерде ғана қалып қалады былай. И адам сол уровеньнен шығып кеткен кезде уже ешқандай сущностьтар жоламайды оған. Энергия келіп кеткенін сездім, бірақ көрмедім. Я видениесі жабық адамдар в основном сезеді. Тазалану сізге жазылса бола ма? Біз только жоба ғана жасаймыз. Жобаның ішінде бар тазалану. Мен де йога центрде домалақ үйден ұшқанды көрдім. Адамдарға дұрыс тамақтар жасап бергенімді көрдім. Гениус атты тәлімгерім ата түрінде көрінді. Күшті. Жүрек зу ете қалуы тоже жердің вибрациясымен байланысты болуы мүмкін. Айнұр Тұрсынбаеваның жанынан бірақ шықтым дейді. О, керемет. Значит, ондай реальность бар сіздің бір веткада. Осы практиканы жолда жүріп істедім, сосын үйде қайталаймын дейді. Жақсы. Емдегім келеді, адамдарды, балалардың жанын емдеп сондай ой келді дейді. Сіздің істей алатын нәрсеңіз ғана ойыңызға келеді. Мысалы, сіз мен деген әлемнің басқарушы бір президент болу керек деген ой келмейді ғой. Значит, сіз нені істей аласыз, сол келеді. Жоба туралы менеджерларға жазасыз. 9999 деген номер бар ғой, аяқ жағы. Көп сұраққа жауап алдым дейді. Күшті. Биоэнергия, прана. Қуаныш сезім келіп жатыр. Сосын көп аурулардың себебі астралдан да болады. Мен өзім физикалық тәнді емдей алмаймын. Менде видение бар, мен прошлое воплощенияларды, хроники Акашида, сондай нәрселерді көре аламын да, бірақ физикалық тәнде қатты бір емдеу жүргізе алмаймын. Менде ондай қасиет жоқ. Бірақ астралдан шығарғаннан кейін душалар более жеңіл болып, ем қона бастайды. Қазір мен жоғарғы шығаламын.
Мен елден бөлек сияқтымын, ештеңе сезінбеймін, көрмеймін. Сіз тұрмыстасыз ба? Андай аборт еш нәрсе болған жоқ па сізде? Неге оқымайсыз менің сообщениямды дейді. Қандай сообщение жаздыңыз? Білмей қалдым эфирді дейді. Кеше инстаграмға салдық қой. Ертең көп адамдардың несі жоқ. Уақытымыз жоқ деп бүгінге ауыстырған боламыз. Жоқ, аборт болды дейді. Бәсе сіздің сфераңыздан как будто не ары кетпеген, не бері кетпеген душаны көріп тұрмын да. Сіз тұрсыз, сіздің сфераңыздан о жақта бір душа тұр. Содан сондай чувство болуы мүмкін. Менен неге еркектер қашады дейді. Энергетически сіздің санаңыз еркектерді қалап тұр да, бірақ бессознательно еркектерден қашып тұрғаныңызды көрсетеді. Сосын еркектерді қатты опекать етіп кететін сияқты, сфераңызға кірсе оның мамасы болып, сосын олар андай қысылып шығып кететін сияқты. Адамдардың қасында тұрсам, сол адам туралы айтамын. Күшті. Мына жерде өте көп қасиеті бар адамдар, прям я в шоке. Қасиеттері мощный адамдар отырған. Көп ұйықтай беремін. Бізден андай период болады. Бір уақытта ұйықтай береміз да, бір уақытта вообще ұйықтамаймыз. Тоже қалыпты жағдай. Йогамен айналысып жатырмын. Йога деген вообще күшті нәрсе ғой. Бүкіл андай блоктарды шешеді. Диана менің душамды айтшы дейді. Душаңыздың несін айтайын? Мен неге тіл жаттай алмаймын? Мен де сондай. Вообще тіл жаттай алмаймын. Мен не орысша жетістіріп сөйлемеймін, не қазақша жетістіріп сөйлемеймін. Мен қаншама рет курстарға бардым, вообще миыма кірмейді. Но біз иногда жоғарғы әлемнен послание алған кезде прям орысша береді да бізге послание. И сол кезде орысша сөйлеп кетемін, а так былай вообще тіл жаттай алмаймын. Ағылшынша вообще мектептен бері жаттай алмаймын. Соның себебін мен де білмеймін. Менде жүрек толқу болды. Біз жүрекке энергия жібергендіктен ол қалыпты жағдай. Мен проекттан өткеніме 2 ай болды. Өзімді түсінбей жүрмін. Сізге берілген техникаларды жасап жүрсіз ба? Душаларды көтеріп жүрсіз ба? Проекттан кейін шайқау болады деп ескертіліп айтады ғой. Сіз ана тексттарды қайталап айтсаңыз, ол оңай болады. Душаларыңыздың көтеріліп жаттығаны адамның қазіргі жанына кәдімгідей әсер етеді. 3 ай, 6 ай, тіпті кей адамдарда 1 жыл бойы непонятный чувстволар болып тұрады. Так, барлықтарыңызға рахмет. Все время адам емдейтін қасиетім бар сияқты, бірақ түсінбеймін неге. Бар ғой, енді қасыңызда тұрған энергияны көріп тұрмын, бірақ телаға кіре алмай тұр. Мынандай, на жақта, сол жақта, на жақта тұрғанын көрсетіп тұр да, бірақ бұлай телаға кіре алмай тұр. Бессознательно қашып тұрған сияқтысыз ба? Жоқ, тек әйелдер емес, бұл жақта ер адамдар да бар, бірақ аз. Бұндай әжеңіз қайтыс болған кезде опораңызды жоғалтып алғаныңызды көрсетіп тұр. И жаныңыздың бір бөлшегін как будто сол кісіге беріп жіберген сияқтысыз. Энергияңыздың жартысы сояққа кетіп қалған. Так, барлықтарыңызға рахмет. Техниканы қайталап жасай беріңіздер. Бұл техниканы күнделікті жасасаңыздар да болады, себебі мұндай қатты ауыр техника емес. Қалған техникаларды күнне бір-бірден жасағандарыңыз дұрыс.
әлі сабақ бар ма? Енді бір 4 сабақ па сондай қалды ау деймін. Жоқ, соңғы апта емес, әлі 3 или 4 сабақ бар, если не ошибаюсь. Бүгінгі тақырыпта кішкене қиынырақ тақырып болды. Толықтай білгілеріңіз келсе, жаңағы YouTube желісінде де бұлар туралы ақпараттар бар. Оттушалар туралы, веткарианецтер туралы. Ол параллельный әлемдер кәдімгі дәлелденіп қойған. Әртүрлі ғылымдармен дәлелденіп қойған. И жаңа мен айтқан киноны көрсеңіздер де болады. Сол жерде барлық түсінікті. Барлықтарыңызға рахмет, қайырлы түн тілеймін. Ертеңгі күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Ертең әйел заты үшін өте бір керемет күндердің бірі. Жақсы өткізулеріңізді сұраймын. Жақсы, сау болыңыздар.